Саламатсызбы? Қалыңыз қалай? Жақсы аға. Аты жөніңіз кім? Сіздер Гүлназ. Гүлназ ба? Ардақ болады. Қайда қайырымды көрдім. Ассалаумағалейкум. Біз сізді көргенбіз. Мейрамбек, көрдіңіз ба? Иә, телевизордан осы үйде тұрасыз ба? көрген. Иә, біз Времянка ма? квартира ғой. Барачный сол сияқты ғой. 4 бала болғаннан кейін мешіттен Пособие аласыз ба? Аламын, иә. Қанша аласыз? 4 балаға 50 мың, жоқ, 49.100 беріледі. Қанша төлейсіздер мұнай үйге? Квартирамыз. Кірсе болады ма? Иә, кірсеңіз болады. Қанша төлейсіздер? Біз қазір 25 төлеп отырмыз. 25? Қанша болды мына үйде тұрып жатқаныңыз? Біз жақында келдік бұл жаққа. 25 төлеп жатырмыз. Алдында тұрған жеріміз салқын болды да. 4 баланың бәрі бірге осы жерде тұрасыздар ма? Тұрып жатырмыз, иә, Кім жоқ. бар? Енді жоқ, біз айтиде ағамыздың үйі бар, может ағамыздың үйіне тұрғанға келісетін шығар, келісіп жатса сол жаққа кетеміз. Сыймасақ осы жерде амал жоқ. Потому что 4 баламен ешкім қабылдамайды. Кім қанша балаң бар дейді. Пәтер ақаш, 4 балаң десе қабылдамайды. Осы жерде намаз оқыған кісілер екен, сонда намаз оқитын кісілер болғаннан кейін. Үлкен ұлыңыз ба? Иә, бұл үлкен ұлым. Кішкентай нешеде? Кішкентайым 8 айлық. Бірінші халыққа рахмет айтам. Көмек бергені үшін Алла разы болсын сіздерге, жеткізіп жатқан сіздерге де рахмет үлкен.